Жыл бойы күткен финалға аз күндер қалды. Бізді бірақ сұрақ мазалайды. Манчестер Сити мен Интер арасында Сити неше голмен ұтады деген әзіл. Бірақ көпшілік бір қақпаға ойналатын қызықсыз ойын болады деп жоспарлауда. Расымен де солай бола ма? Мен оған сенбеймін. Себебі осал команда Чемпиондар лигасының финалына дейін жетпейді. Қазір Сити жеңеді және Интер жеңеді дегенге 3-3 үлкен себептен айтамын. Бүгінгі біздің демеушіміз ешқашан бәс тікпей аты кеңсеміз. Себебі біз берекелі дүние болғанын қалаймыз. Сіздермен бірге желаяқты арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде ардама жазылып кетіңіз. Ерінбеңіз, сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Манчестер Сити жеңеді дегенге алғашқы себеп ол оның ойыншылары. Интердің әрбір позициясына орналасқан ойыншыларды Манчестер Ситидің ойыншыларымен салыстырсақ, деңгейлерінің айырмашылықтары еселеніп тұрмаса да көрініп тұрады. Мысалға, осы маусымның барлық турнирлерін қосқанда ең көп гол соққан шабуылшыларын қарайық. Ситиден Холланд 52 гол, 8 ассист, ал Мартинес 27 гол, 10 ассист. Айырмашылық 2 еседей. Жалпы команда бойынша Интер 93 гол салып 42 гол жіберген, ал Сити 144 гол салып қақпаға 40 гол өткізіп алыпты. Егер бір жерден қателессем, мені торлап кетіңіздер. Екі команданың статистикасынан бөлек есімдерінің өзінен де айырмашылық бар. Рекордтарды бұзуға арналған футболшы Холланд, пас десе бірінші еске түсетін Де Брюйне, дриблингімен мақтанылатын Сильва, керек кезде кез келген позицияда бола алатын Гюндоган, әлем чемпионатында Аргентина чемпион болуына үлкен үлес қосқан Альварес және тағы да басқалары. Ал Интерде әлем чемпионатында көп сынға ілінген Мартинес, мемдердің авторы атанып жүрген Лукаку, мансабын қайта тіріліп жатқан Джеко, ешкімге керек болмай Интерге келген Мхитарян. Әрине, Интерде де Барелла, Чалханоглу, Брозович, Дюмфри секілді сауатты әрі мықты ойыншылар бар. Бірақ салыстырмалы түрде бәрібір қарасақ Сити едәуір алда тұр. Ал енді Интер жеңеді дегенге бірінші себеп. Манчестер Сити өз алаңында кімді болсын қопаратын көрдік. Баварияны 3-0, Реал Мадридті 4-0, Лейпцигті 7-0. Өз үйінде арыстан, ал сырт алаңда өкінішке орай ондай арыстан емес екен. Копенгаген мен Дортмундпен 0-0, Лейпциг, Бавария, Реал Мадридпен 1-1 ойнаған. Ал Интерде жеңілістер бар болса да, қонақта өзін көп ойында әдемі көрсеткен. Мысалға, Барселонамен 3-3, ал Бенфика мен Миланда 0-2 етіп жеңген. Ойын білесіздер Стамбул қаласында өтеді. Яғни екі командаға да сырт алаң болып есептеледі. Сол үшін қонақта өзін емін еркін сезінетін Интер осы фактордың арқасында жеңіске жетуі мүмкін. Манчестер Сити жеңеді дегенге екінші себеп. Ол оның бабында жүргені. Чемпиондар лигасындағы жолдарын тез шолып шығайық. Интер Чемпиондар лигасының топтық кезеңінде өлім тобына түсті. Себебі ол жерде Бавария мен Барселона болды. Үшінші орынмен шықса қуансын деп халық болжам жасай бастады. Бірақ барлығын таң қалдырып, Барселонаны Европа лигасына жіберіп, өзі міне финалға дейін шығып отыр. Ал плей-офф кезеңдерінде Порту мен Бенфика ондай қарсыластық бере алмады. Жарты финалдағы дерби бойынша Миланды таптап өтті десек те болады. Италияның А сериясын қарайтын болсақ, мұнда жағдай жаман емес. 8 ойын алдын Монсадан ұтылғаннан кейін 7 ойын ішінде бір ғана жеңілісі бар. Оның үстіне ол чемпион атанған Наполиден болып тұр. Ал сол 6 жеңісті кемі 2 гол, не 3, тіпті 6 голмен де ұтқан. Мысалға, Интерде тек бастапқы топтық кезең ғана қиын болды десек, Манчестер Ситидікі барлық кезеңі қиын болды. Алайда Сити олардың ешқайсынан да қиналған жоқ. Топтық кезеңде Дортмундты да, Севильяны да емін еркін ұтты. Плей-офф кезеңінде ойыны әдемі Лейпцигті де тіпті жер қылды. Ширек финалда бапкердің осыған ауыстырған Бавариямен кезікті. Оны да жолдан құлатып жіберді. Ең қызығы және ең ауыры ол жартылай финалдағы қарсыласы Реал Мадрид. Барлығының болжамында Реал Мадрид финалда еді. Себебі Мадридтердің Чемпиондар лигасындағы ойыны бөлек деп халық шулайтын. Және оны біз де білетінбіз. Реалда жай ғана ұтып емес, масқарасын шығарып жіберді. Ал АПЛде 16 ойын жеңіліс көрмеген команданың формасы жайлы үндемейік. Екеуінің соңғы ойындар мен Чемпиондар лигасындағы жолдарын салыстырсақ, айдан анық Сити алда тұрған байқаймыз. Егер осы қарқынын жалғастырса, Интерде де таптап өтері анық. Интер жеңеді дегенге екінші себеп. Допстап ойнайтын командаларға қарсы Интер өте жақсы ойнайды. Осы уақытқа дейін қарсыластарының бәрі допстап қалған командалар. Әсіресе ол Барселона 1-2 қарымта шабуыл жасап, нәтиже ашып кетіп жатты. Әрине Бенфика, Порту, Милан командалары ондай допстамайды. Бірақ сонда да Интер оларға допты бере салды. Соңғы немен біткенін білесіздер. Манчестер Ситидің 99% ойыны допстаумен өтеді. Қарымта шабуылдарға дайындаламыз ба? Әрине, осы қасиеттің арқасында Интер бір қадам алда деуге болады.
Манчестер Сити жеңеді дегенге үшінші себеп. Екі клубтың да бапкерлері өте мықты. Бірақ Гвардиола ол әлемдік бапкер. Оны барлық клуб армандайды. Кез келген команданы биік шыңдарға шығарылатын қасиеті бар. Алайда осы уақытқа дейін командалар ондай әлсіз болмаған. Барселонада, Баварияда, міне енді Манчестер Ситиде. Әлсіз болмаса болмаған шығар, бірақ оларда ол одан сайын мықты етіп тастады. Сити Гвардиола келмей тұрып мұндай көшбасшылықты көрсетпейтін. Пеп келген соң АПЛ бір команданың ойыны сияқты көрініп кетті. Бапкер үшін бұл Чемпиондар Лигасындағы 6-шы финал. Яғни ойыншы ретінде 1992 жылы Барселона құрамында Самдорияны 1-0 етіп жеңіп кубокты көтерген, ал 1994 жылы Миланнан 4-0 етіп есе жіберген. Бапкер ретінде де дәл сол Барселона 2009 жылы Манчестер Юнайтедті 2-0 етіп, 2011 жылы тағы да сол МЮ-ді 3-1 етіп ұтып шыңға шыққан. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, қаншама жолы болмай ақыр соңы 2021 жылы Челсиге қарсы финалда 1-0 есебімен жеңіліс табады. Араға жыл салып енді Интермен жүздесіп отыр. Финалмен, бірақ оған дейінгі жартылай финалдар ше санап шаршайтын сияқтымыз. Ал Интердің бапкері Симеоне Инзаги болса, ойыншы ретінде де, бапкер ретінде де ондай жетістіктермен мақтана алмайды. Сол үшін Чемпиондар Лигасынан тәжірибе жайында айтатын болсақ, Гвардиола алда тұр. Интер жеңеді дегенге үшінші себеп. Қай футбол жанкүйерлерін сұрасаңыз да, барлығы финалда МС жеңеді дейді. Тіпті Интердің өзінің жанкүйерлері де амал жоқтықтан іштей болсын содан қорқып отыр. Барлық басылымдарды да қарасаңыз да, сол Манчестерлік клуб ұтады дейді. Тіпті сіз де соны ойлап отырсыз. Қағаз жүзінде де, ойын үлгісімен де Сити өте мықты. Ал енді Интер кубокты көтереді ме деп кім 100% сеніп отыр. Дәл осына жауапкершіліктің арқасында Манчестер Сити жеңілуі мүмкін. Неғұрлым жауапкершілік басқа түседі, соғұрлым жүк ауырлай түсетінін білеміз. Интер жеңілсе жарайды, ұтылса ұтылды дейміз. Тіпті өздері финалға жеттік шүкір дейді. Ал Сити жеңілсе ше? Иә, тіпті елестету қиын. Гвардиола өте сәттіліктен жұрдай бапкер екен. Ситидің мүлде жолы болмағыр екен. Ақшаға көмілген клуб әлі Чемпиондар Лигасын жеңе алмай келеді. Соншама Холландты да алып дым бітірмеді деген секілді 1040 сөздер жауайын деп тұр. Сол жүктің ауырлығынан Сити ойынын өзгертіп жіберуі әбден мүмкін. Айтпақшы, тағы бір өте қызық себеп. Мұны әрине Интер жеңеді деген 4-ші себеп деп қысқартып жіберсек болатын шығар, алайда мұны көбінесе әзіл не қиял дей берейік. Осы уақытқа дейін Чемпиондар Лигасын жеңіп келе жатқан команданың ішінде кемі бір болсын Хорватияның ойыншысы болды. 2013 жылы Бавария құрамында Марио Манджукич, 2014-те Реалдан Лука Модрич, 2015-те Барселонадан Ракетич, 2016, 2017, 2018-де Реалдан Модрич пен Ковачич, 2019-да Ливерпульден Ловрен, 2020-да Бавариядан Перишич, 2021-де Челсиден Ковачич, 2022-де тағы да сол Модрич. Ал енді Интер құрамында кім? Әрине ол Брозович. Ситиде хорватиялық ойыншылар мүлде жоқ. Әзіл-әзілмен, бірақ расымен солай болып кетсе ше. Жарайды енді. Менің осы клуб жеңеді деп айтқан себептерім осындай. Жеке өзім Манчестер Сити жеңіске жетеді деп ойлаймын. Алайда Интерді жеңіп кетсе таң қалайын деп жатқан жоқпын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Айтпақшы, менің бұл болжамым тек футбол жанкүйерлері мен футболды жақсы көретін адамдарға ғана арналады. Ақша тігіп азарттық ойын ойнауға емес. Мен оған қарсымын және сіздерді де соған шақырамын. Амандықта жолыққанша сау саламат.